Бақ шіркін керемет, е? Иә, Жансерік. Мен елбасымен суретке болайыншы. Бұл енді. Мен етсейші. Шіркін, ай, қандай әдемі, қандай керемет. Айдос Есмағамбетовтің жасаған мүсіндері кәдімгідей тірі сияқты. Елбасымен күнде осылай. Дұрыстан атаға деп жанында жүрсең, е? Не, қолдары жұп-жұмсақ. Силиконнан жасалған. Білесің ба? Жансерік, бүгін енді жексенбі ғой? Жалпы күнде жанымызда жүрсе екен деп ойлайсың. Ал қалай ойлайсың осы уақытта, бос уақытында біздің елбасымыз, ақштың бұрынғы президенті немен айналысады? Қалай демалады? Негізі біздің елбасымыз мемлекет басқару оңай емес. Дегенмен Нұрсұлтан Әбішұлы тығыз жұмыс кестесіне қарамастан, ұзақ сапарларына да қарамастан таңертең ерте тұрып, жаттығу жасауды және суда жүзуді әдетке айналдырған екен. Сондай-ақ сайгүлік пен таза ауада серуендейді, гольф, теннис ойнағанда жан сүйеді деседі. Ракетканы еркін меңгерген соншалықты Нұрсұлтан Әбішұлы кортта кез келген кәсіби теннисшіні шаң қаптырады. Расымен де спорттан біздің елбасымыз үздік. Сенімен толықтай келісемін екен, нағыз белсенді демалыс деп осыны айту керек. Ал енді сен менің сұрағыма жауап берші. Расымен мен былай өтіп кетейін. Мен ақ па, Барак Обама ақпақ па? Жансерік, одан көрі кім қара деп сұрасаңшы. Меніңше ақштың экс-президенті Барак Обама бос уақытын отбасына арнайтын сияқты. Бір қызығы, Барак Обамаға дейін ақштың билік басында болған Джордж Буш бос уақытында чирлидинг өнерімен айналысыпты, білесің ба? Ойбай, басқа дарадай бір мемлекет басшысы чирлидингпен айналысқан қыз екен, дегенмен Бушқа бір жағынан жарысады сияқты. Несі бар? Ол да адам ғой. Қымбатты көрермен, әлемдегі ең қауіпті өнер болып саналатын чирлидинг жайлы әріптесіміз Серікгүл Сұлтанқажының бейнематериалын назарларыңызға ұсынамыз.